Бұл видеода сіздер мүмкін ұнатпайсыздар. Себебі мен енді айтатын сөзім, көп адамдар мені боқтайсыңдар енді. Комментарийдің астында мені кезіп боқтайтын шығарсың. Бірақ менің айтатын сөзімді сендер енді бүйтіп ойлап көріңдер. Менің айтқан біраз күші бар ма жоқ па? Біраз жаны бар ма жоқ па? Ал мына жігіт мына жігіт бірінші ретте бұның видеоны көргенде бір видеосын көріп қалған айтады: сендер бүйтіп сөйлемеңдер, үйтіп сөйлемеңдер, бүйтіп сөйлесеңдер заңға қайшы боласыңдар, үйтіп сөйлесеңдер милиция барып миыңдерді ашытады деп. Сол видеосын көргеннен бері қарай, ал мына жігіттің мына осы жігітке болған көз қарасы өте нашар, жаман. Мына бір дұрыс, есалаң дұрыс емес адам деп ойлаймын мен. Бірақ осы жақында бұл адам ұсталыпты. Ұсталғанда себебінде ол өтірік ақпарат таратты, анандай мынандай деп. Енді мен бұл адамға айтатыным бар. Бұл адам әбден биліктің бұл бір маймылы, енді негіз маймылы. Қазақстанда күнне қаншама қазақтың құқығы тапталып отырған, балалардың құқығы, әйелдердің құқығы, осындай жұмыстар көп болып отыр. Қытайдардан қаптап келіп отыр, анандай жағдай болып отыр. Ал осындай жағдайларға бір дауыс шығарғанын көрмедік. Мен әйтеуір көрмедім, бұның видеосыны бастан аяқша көріп шықтым, YouTube дауыс шығарған жоқ. Ал мынандай дауыс шығармай тек қана халықты қорқыту үшін биліктің сөзін сөйлеп, ең соңында бұл мына оқиға болғаннан кейін бір бастықтың бір жынына тиіп қап ұстап кеткені, мен әзір бүйтіп ойлаймын, да, сауап болды. Мынадан ұстап кеткен сауап болды. Бірақ мынадан бұл ондай ауыр жағдай болмайды бұған. Мүмкін бірнеше миллион ақшасын төлейді, асып келсе бір ай ма 2 ай жататын шығар, мүмкін жатпайды. Бірақ мен айтатым мына адамға, немене дәлел хан дей ма, бірдеме әділет хан дей ма, бірдеме не хан болса болсын, қақым жоқ енді. Айтатыным, даусың шығарып заңгер десең, заңды құрметтесең, заңды қоғдайым десең, өзіңнің халығыңның құқығына қоғда. Сол миыңдегі кірген сол заңдарды пайдаланып, оларды қолданып, халығыңа біраз күш шығар. Халығыңа сөйлемесең, қазақ халықтары сағанда сөйлемейді, үндемейді. Ал мана түрмеде жатқан 19 қазақтың құқығы келешегі үшін күресті. Күрес міне әлі кеше түрмеде жатыр. Бұл дәлелхан ба, әділетхан ба, бұның видеосын істеп бір ауыз сөзін естіп көрмедім. Осы 19 азамат үшін дауыс шығарған. Бұл мынандай заңға келмейді деген бірін көрмедім. Ал көрмегенде, ондай болса, мен де жан ашымайым, бұл адамға да мен де дауыс шығармайым. Мен билікке бүйтем. Тоқаев өте жақсы дедім. Мынандай өтірік маймындарды дереу ғана түрменің түбіне апарып, қамап тастам. Әйел, қатын баласы, одар да сол халықтың қанын сорып ішкен осы биліктің пайдасын алғандардың біреуінің арасы, сөздің қысқасын айтайын. Мынандай есектер, біреуінің көзі жоғалған, біреу жақсы. Бәрі кеткен дұрыс. Сөйлесең, нағызы жүректі болса, мен қазақпын десең, қорқпай сөйле. Не болсам болды, мен халық үшін түрмеге кеттім дейсің ба? Халық бар ғой, күнде немене саған тамақ апарады. Халық үшін бір ауыз сөз айтпасаң, көтіңді қыс, аузыңды жұм, тиктогыңды, инстаграмда бұғақта да бол, қарапайым халық болып үндемей жүр. Саған айтатын сөзім осы. Жарайды.